Топырақтың күйеуі Сыткы ауруханаға жатып шығады. Сыткының анасы дәрігерден баласына дәрі жаздырып алады. Бірақ дәрігер Сыткы отбасын сақтап қалу үшін емес, әйелінен кек алу үшін бәрін жасауда. Сол үшін балаңыздан көз жазбаңыз. Ол өзіне не әйеліне зиян тигізуі мүмкін деп ескертеді. Анасы құрып кеткір топырақтың кесірі. Сол үшін балам қиналуда деп жылайды. Сыткы кабинеттен шығып, кеттік апа деп екеуі кетеді. Топырақ пен Жүсіп бөлімшеде Сыткыға қарсы арыз жазып кетеді. Сыртқа шығып, Жүсіп Топыраққа Сыткыдан абай бол, ол бәрін жасауы мүмкін. Жігіттерге айтсаң, бәрін әкеліп береді. Сыткы қоңырау соқса, маған айт, онымен сөйлеспе дейді. Сол кезде Топырақ, қандай өкінішті, осы уақытқа дейін күйеуімді танымай келіппін. Қызымды өлтіріп, енді мені көздеп жүр. Қызым Назлы соның кесірінен шетінеп кетті. Температурасы көтеріліп, Сыткыны шақырғанымда ол келмей уақыт өткізіп алдық. Содан қызымнан айырылып қалдым деп жылайды. Жүсіп оны сабырға шақырады. Екеуі бір кафеге келеді. Отырып шай ішпекші болады. Бірақ Жүсіп ол кезде Хауамен кездесуі бар еді. Хауа оны мейрамханада күтіп отырады. Жүсіп Хауаға звондап, бара алмаймын, жұмыстарым бар деп айтады. Сол кезде Сыткы да Топыраққа звондап, сен не Жүсіптің көңілдесісің ба? Мені жындандырғаның аздай елге масқара қылдың. Саған не істеу керектігін білемін, күт мені деп айғайлайды. Ал Топырақ болса, мен ештеңе істеген жоқпын деп жылап қалады. Жүсіп жанына келіп, кіммен сөйлестің, неге жылайсың, Сыткы ма, саған сөйлеспе дедім ғой деді. Топырақ болса, ол екенін білмедім, жасырын номермен хабарласты деп жылайды. Екеуі кетейін деп кафеден шығады. Топырақ үйге келеді. Сұлтан алдарынан шығып, не болды қызым, мына түрің не деп сұрайды. Топырақ ештеңе болған жоқ тәте деп ішке кіріп кетеді. Хауа да артынан келіп, тәте, Топыраққа не болды деп сұрайды. Сұлтан білмеймін, бірақ бірдеңе болғаны анық дейді. Хауа Топырақтың артынан жүгіріп келіп, не болды сіңілім, мына түрің не, осы уақытқа дейін кіммен, қайда болдың деп сұрайды. Сол кезде Топырақ, Жүсіп мырзамен болдым деп, болған жайттың барлығын айтып береді. Біраз уақыттан соң Сыткы қайтадан қоңырау соғып, мен сені сүйдім, маған қалайша бұлай жасадың? Иә, менің ақшам жоқ, саған махаббатымды көрсете алмадым, бірақ сен мені тастап әлгі Жүсіпке кетіп қалдың дейді. Топырақ, мен ешкімге ештеңе істеген жоқпын. Осының бәрі сенің кесірің. Соны түсінгеніңде, менің неге бұл үйде жүргенімді де ұғынар едің деп телефонды өшіріп тастайды. Сосын артынан апасына қоңырау соғады. Апасы бәрі жақсы, жағдайымыз аман-есенбіз деп көңілді сөйлесіп тұрған кезде әкесі келіп телефонда алып, қызына қалайсың қызым, бізде жағымсыз жаңалық. Кеше Сыткы келіп терезені сындырып шу шығарып кетті. Мен оны аядым, оған ештеңе демедім. Ол сосын үйіне қайтып кетті деп болған жайтты айтып қояды. Топырақ ашуланып, қайтадан Сыткыға звондап, сен не, менің әке-шешемнің үйіне барып әйнектерін сындырып шу шығарыпсың. Мұның не, қайдасың, тез жолығайық, бұлай болмайды, сен қоймайсың деп оның қайда екенін сұрайды. Сыткы үйінде алма жеп отырып Топыраққа, мен құзда тұрмын, секіріп кетсем бе деп ойланып тұрмын, күшім қалмады, сені сүйдім, бірақ мені сүймедің, өлгім келеді деп оны алдайды. Аңқау Топырақ сеніп қалады. Олай жасама Сыткы, олай істеуші болма, мен қазір барамын, күт мені деп оның мекен жайын алады. Сыткы бір жерді айтады. Сөйтіп алма аршып отырған пышағын қолына алып, өзі де сол жерге қарай жүреді. Топырақ сол жерге келеді. Жанында Рүзгар бар. Сыткы күтіп тұрады. Жанына келіп, баланы неге әкелдің? Мені жазалап жүрсің, Топырақ, бірақ мен саған ештеңе істеген жоқ едім. Мені енді сүймейсің бе деп сұрайды. Топырақ, сүйген едім, бірақ сен маған опасыздық жасадың. Сені енді сүймеймін дейді. Сыткы, солай ма? Біз бала күннен бірге өстік. Кешірші мені, соңғы рет құшақташы дейді. Топырақ, сені кешірдім Сыткы деп екеуі құшақтасады. Сол кезде Сыткы қолына тығып тұрған пышағын алып, Топырақ, менімен көзіңді ашып, менімен көзіңді жұматын боласың деп пышақты Топыраққа сұғып алады. Өзі қашып кетеді. Сол кезде Рүзгар қатты жылап кетеді. Қансыраған күйі Рүзгарға келеді. Баланы алып жүреді.
Оның ойы баланы үйіне жеткізу еді. Бірақ өзі қанша қиналып тұрса да баланы алып төмен қарай түседі. Біраз жүргеннен кейін Рүзгарды қолына алып үйге жетпекші болады. Солай жүргенде кеш батады. Кешке Сыдқы үйіне келеді. Келе сала қолын жуады. Апасы жанына келіп, балам саған не болды, жараланғансың ба дейді. Сыдқы, апа мен бірдеңе бүлдірдім, топырақты өлтіріп қойдым, оны өлтірдім деп жылайды. Апасы мұны естіп шошып кетеді. Сөйтіп Сыдқыны үйдің артындағы бір жерге әкеліп тығады. Ертең аған келіп, сонымен қашып кетесің. Қазір сені іздеп келуі мүмкін, осында отыр деп оны қалдырып кетеді. Топырақ жаралы күйде баланы әрең дегенде үйіне жеткізеді. Топырақ үйге ақыры жеткен кезде артынан Хауа мен Жүсіп те келіп қалады. Топырақты көріп шошып кетеді. Жүсіп баланы алып үйдегілерді шақырады. Топырақ талып қалады. Кешкі аста отырғандардың барлығы Жүсіптің даусын естіп далаға жүгіріп шығады. Топырақты көріп, кім істеді деп шошиды. Сосын Топырақты көлікке отырғызып, Сұлтан мен Хауа, Топырақ және де Жүсіп төртеуі ауруханаға кетеді. Қалғандары үйде қалады. Топырақты операцияға алып кетеді. Сол кезде Мұрат та келеді. Жүсіп Мұратқа тез арада әлгі оңбағанды табыңдар. Полициядан бұрын тауып маған алып келіңдер деп тапсырады. Топыраққа ота жасауда. Медбике шығып, науқас көп қан жоғалтқан. Тез арада қан керек дейді. Сөйтіп Хауа қаны сәйкес келмейтінін айтады. Жүсіп, меніңкі сәйкес келеді, мен беремін деп барып қан тапсырады. Хауа полицияға сіңілім күйеуімен ажырасып жатыр. Күйеуі оған маза бермей жүр, бұл да соның ісі деп айтады. Полиция, Сыдқыны табамыз, уайымдамаңыз дейді. Сұлтан Топырақтың әке-шешесіне хабар береді. Олар мұны естіп есеңгіреп қалады. Жүсіп адамдарын ертіп Сыдқының үйіне келеді. Анасы оның жоқ екенін айтады. Жүсіп адамдарына мына кісіні туыстарының үйіне апарып тастаңдар дейді. Анасы, Жүсіп мырза, баламды кешірші, ол абайсызда болды. Менің ұлым ондай адам емес деп жылайды. Жігіттер оны алып кетеді. Жүсіп те сыртқа шығып іздестіреді. Сыдқы отырған жерге келеді. Сыдқы оны көріп қашпақшы болады. Жүсіп оны ұрып тастайды. Сосын алып кетеді. Дәрігер шығып, операция бітті, бірақ әзірге комада. Көп қан жоғалтқан, жағдайы нашар дейді. Бәрі жылайды. Сосын Жүсіп те ауруханаға келеді. Хауа, Жүсіп мырза, сіңілімді көруім керек, көмектесіңізші деп жылайды. Жүсіп жарайды деп ішке кіреді. Біраз уақыттан соң Топырақ есін жинайды. Жүсіп бәрі жақсы, ештеңе уайымдама деп қолын ұстайды. Сол кезде Хауа да ішке кіріп қалады. Жаным сіңілім, жағдайың қалай? Сені қатты уайымдадық. Амансың ба деп жағдайын сұрайды. Топырақ Сыдқыны сұрайды. Хауа, уайымдама. Жүсіп мырзаның арқасында Сыдқы ұсталды, түрмеде дейді. Сыдқы түрмеге түседі.